Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында KFC дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдымен жақсылап жуып алған тауық қанаттарын 3 бөлікке бөліп тураймыз. Ең соңғы бөлігі бізге қажет емес, оны алып тастаймыз. Барлығын кесіп дайындап алғаннан кейін шанышқының көмегімен тесіктер жасап шығамыз, өйткені маринад жақсылап сіңу үшін. Барлығын кеңдеу ыдысқа саламыз, үстіне тұз саламыз, қызыл бұрыш және паприка, сонымен қатар чеснок салуды ұмытпаңыздар. Мен чесноктың кептірілген түрін салдым. Үстіне суық суымызды құйып, жақсылап араластырып, бетін жабамыз да холодильникке маринадқа қоямыз. Мен бір түнге қалдырдым. Бөлек ыдысқа ұнымызды салып, үстіне тұз, паприка, қызыл бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір түн маринадта тұрған тауық қанаттарын алып, жаңағы ұнымызға ұнатамыз, қайтадан маринадқа салып, екінші рет қайтадан ұнға ұнатамыз. Қызып тұрған майымызға салып, екі жағын аудара отырып, қызартып пісіріп аламыз. Міне осылай қызарып алтын түске енген уақытта салфеткамызды тарелкаға төсеп, соның үстіне түсіріп алатын боламыз. Міне осылай біздің үй жағдайында дайындаған KFC-ларымыз оңай әрі тез дайын болады. Мына жерде өздеріңіз дыбысын естіп тұрғандай қытырлап хрустящий болып пісетін болады. Іші піспей қалады деп уайымдамаңыздар, іші де піскен, сырты да қытырлап, кәдімгі KFC сияқты үй жағдайындағы KFC-ларымыз өте керемет болады. Сіздер де міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.